Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көріп тұрғаныма өте қатты қуаныштымын. Сіздерге өзімнің кезекті мастер-классымды ұсынғалы отырмын. Бір жасағаннан керемет болып шығатын, үй жағдайында жасалатын өте керемет және де кез келген тортқа, пирогқа қолдана аласыздар. Осындай творогты бірге жасайық. Кәнекей, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз ылғызға қайнап тұрған сүтімізге айранымызды құйып, жақсылап бір араластырып жібереміз. Бізде айран сүттен көп болу қажет. Осылай жақсылап бір қозғап, бетін жауып қоямыз. Кемінде 3 минут астында от жанып тұру керек. Одан кейін отын өшіріп, қақпағын ашып қоямыз. Мінекей біздің творогымыздан сары су бөлінді. Қараңыздаршы, сүт пен айранды араластырғаннан кейін осылай сары су бөлінген соң біз осылай кішкене қозғап суытып қоямыз. Суығаннан кейін біз осылай творогымызды сүзгішпен сүзіп аламыз. Мінекей достар, өте оңай және де қарапайым заттардан жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздерге мен алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар.